Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге TikTok'та хит болып жатқан жүрекше пирогты пісіріп көрсететін боламын. Балаларым пісіріп бер деп қоймағандықтан пісіруді шештім. Маған керегі мына жерде 3 дана жұмыртқа, шекерімізді саламыз. Барлығының грамын описанияға видеоның астына қалдырып кететін боламыз. Сол жерден көрсеңіздер болады. Блендердің көмегімен жақсылап шекерімізді ерітіп аламыз, көпіргенше, ақ масса болғанша. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап беріңіздер, балаларыңыз өте сүйсініп шаймен ішкенге болады. Осылайша жақсылап көпіртіп алғаннан соң, менде мына жерде сүтімізді құямыз. Бір араластырып аламыз да, сұйық майымызды құямыз. Бұны да құйып жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан соң менде мына жерде ұнымызды да елегіштен өткізіп аламыз осылайша. Жақсылап өткізіп, барлығын бір келкі етіп өткізіп аламыз. Үйдегі аз ғана заттан тұратын бәлішті осылайша пісірсеңіздер өте керемет болып шығады. Балаларыңыз өте қуанып жейтін болады. Осылайша жасаңыздар міндетті түрде. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Комментария күтемін сіздерден. Ұнымызды еліп болғаннан соң блендердің көмегімен осылайша 1-2 қозғап аламыз. Егер де сыраз блендерді қосатын болсақ, ұнымыз жан жаққа шашырап кетеді. Осылайша жақсылап бір араластырып алғаннан соң блендерімізді қосамыз. Енді кезекте менде қопсытқыш пен ванилинді да салып бірге елеп аламыз. Елесеңіздер өте керемет болады. Осылайша тағы да бір араластырып аламыз жақсы. Қазақша рецепт каналдарымыздың дамуына үлестеріңізді қоссаңыздар өте керемет болады. Осылайша жақсылап бір араластырып аламыз да, кесемізге осылай 2 ожаудай массаны құйып аламыз. Бұны енді жүрекше қылып жасаймыз. Бетіне жүрекше қылып жасау үшін құйып аламыз кесемізге осылай. Менде мына жерде осындай қызыл бояуымызды араластырамыз. Пирогқа қосатын қызыл бояу. Осыны мен 20 тамшы құйып араластырып көрдім. Бір келкі болып араласып шықты. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қып-қызыл болғанынша. Араластырып болғаннан соң тапамызға осылайша майды құямыз да чоткының көмегімен барлық шетіне жағып шығамыз. Бір келкі майды жағып шығамыз осылайша. Егер қаласаңыздар пергамент қағазын төсеңіздер де болады. Мен төсегім келмегендіктен майлауды жөн көрдім. Осылайша майлап аламыз барлық шетіне жеткізіп. Енді жаңағы дайын болған массамызды құямыз. Барлығын тегістеп құйып шығамыз. Массамызды құйып болғаннан соң тапаны 1-2 ұрып аламыз тегістеп. Барлық шетіне жету үшін. Теп-тегіс болады сол кезде. Жаңағы қызыл бояу қосқан массамызды да бетіне құйып шығамыз. Бір чайный ложкамен осылай құйсаңыздар болады. Менікі қисық болғандықтан ойланып отырып шприцті қолдануды жөн көрдім. 1-2-3 қасық осылайша қасықпен құйған едім, барлығы қисық болып шықты, бір келкі болмай. Содан мен
шприцті қолдандым. Егерде sizde таза шприц болса, соны қолдансаңыздар болады. Қалған массаларды осылайша шприцпен құюды жөн көрдім. Барлығын айналдырып құйып шығамыз. 2-3 қатар бойы құйып шығамыз. Қызыл массаларымызды құйып болғаннан соң, ағаш палышканың көмегімен осылайша ішіне салып, жүрекше тәріздес етіп осылай айналдырып шығамыз. Сол кезде жүрекше болып шығады жаңағы қызыл жүрекшелеріміз. Осылайша екінші қатарда жүрекше етіп айналдырып шығамыз. Міне осылайша барлығын жүрекше тәріздес етіп шығамыз. Мен қызып тұрған пешкама салдым. Осы кезде қыздырып қойсаңыздар болады. 160 градуста мен 30 минутқа пісіріп алдым. Әркімнің пешкасының қызуына қарай әр түрлі пісіп шығады. Менің керемет болып піскен тортым осындай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міне достар, менің тортым осылай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, менің сүйікті көрермендерім.